аллергияға талдау жасауға келдім. Таңертең ерте бастадым анализдер тапсыруды, әлі таңға ас ішпедім, дәрі тартпадым. Бірақ бірінші обследование өтіп алған дұрыс. Результаттарға қарасам, менде бірдеңеге аллергия бар. Себебі бүгін маған контрастный КТ жасау керек, МРТ жасау керек, соған аллергияға УЗИ. Аллергологтан шығып УЗИ сөйлеген. Толық исследование жасап жатыр. Таңнан бері жүрмін. Палатама келдім, УЗИ түсіп қайттым. Қазір противоаллергический укол салады, сонымен мені КТ алып кетеді. Алматыдан менің үлкен әпкем келді. Әпкеммен бірге өзімнің балаларымды тастап кеттім. Ауруханаға жататынымды білгеннен кейін әйтпесем балаларымды тастайтын адам болмады. Мамам білесіздер, үйде жоқ, сондықтан сенімді адам керек болды. Сенімді адам ол менің туған бауырым, үлкен әпкем. Алдағы уақытта аман есен осы ауруханадан шыққаннан кейін көрсетемін, таныстырамын сестраммен. Әзірге мендегі жағдай бірқалыпты. Жағдайым бірқалыпты деуімнің себебі алдында күндізгі стационардағы ем маған қонбады. Ауыр симптомдар алынғанымен бас ауру, әлсіздік, бас айналу қоймай тұр. Сондықтан толық исследование жасайды, содан кейін барып ем шараларын, ем жолдарын маған айтады. Әзірге тек қана 2 күн бойы обследование өтеді. Маған саулық тілеп жатқан барша жандарға алғысым шексіз, ауырмаңыздар. Негізі мен ауырып жатқан жоқпын, тек қана басым айналады. А так чувствую себя хорошо. Единственное вот это вот головокружение. Маған больницадағы тамақтарын айтты. Әсіресе контрастный КТ-дан кейін, это, конечно, это было ужасно. Контрастный КТ-ны мен бірінші рет жасадым. Расымен қорқып кеттім, бар ғой, бүкіл тамыр арқылы ыстық укол алған болсаңыздар, сондай секілді ощущение, бірақ бұл жерде скорость максимальный жібереді тамыр арқылы. И жаңағы неге түсіп жатқан кезде томографияға, это вообще что-то с чем-то, наверное, шошып қалдым. Но ничего, это уже осталось позади. Оның заключениесін дәрігер алғады. Мен әзірге тамағымды ішемін, өйткені таңнан бері анализ тапсырып жүрмін, оңай емес екен. Бұл да оңай шаруа емес. Дәрігерлердің жұмысын көріп жатырмыз, қандай таңнан бері жүреді ол кісілерде. Сондықтан ол кісілерге де алғысым шексіз.